Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақ халқы үшін өте керемет оқиға орын алды. Шавкат Рахмонов көптен күткен чемпиондық жекпе-жекке ие болды. UFC-дегі жартылай орта салмақтың чемпионы Белал Мухаммад жеңілістің дәмін татып көрмеген чемпиондыққа үміткер Шавкат Рахмоновқа қарсы күресте өз атағын қорғайтын болады. Бұл жекпе-жек UFC 310 турнирінің басты жекпе-жегі болады. Ол 7-сінен 8 желтоқсанға қараған түні Лас-Вегаста өтеді. Мухаммад өзінің алдыңғы жекпе-жегін 2024 жылдың шілдесінде өткізді. Онда ол жартылай орта салмақтағы экс-чемпион Леон Эдвардсты төрешілердің бір ауыздан шешіммен жеңіске жетті. Рахмонов соңғы рет 2023 жылдың желтоқсанда өнер көрсетті және Стивен Томпсонды екінші раундта қылқындыру әдісімен жеңді. Ол 100% көрсеткішпен келе жатыр. 18 жекпе-жек өткізіп және барлық 18-інде де мерзімінен бұрын жеңіске жетті. Белал 11 жекпе-жектен тұратын жеңіс сериясымен келе жатыр. Белал өзінің элиталық күрес деңгейіне сүйене отырып, титулын алғашқы рет қорғайтын болады. Шавкаттың күрес әдістерінен жақсы қорғанысы бар және ол осыған дейін партерде төменгі позицияда аз уақыт өткізген. Бұл екі стильдің тамаша күш сынасуы болады. Белал өзінің титулын сәтті қорғай ала ма, әлде Шавкат Рахмонов Қазақстан тарихындағы алғашқы UFC чемпионы бола ма? Бұны алдағы жекпе-жекте тамашалайтын боламыз. Пікір алаңы ашық. Осында өз ойларыңызбен бөлісіңіздер.